Павлодар қаласындағы 10-шы кітапхана ұлттық тәрбие жөніндегі мәселені онлайн режиміндегі шараға ұсынып отыр. Бұл үлкен тақырып, маңызды тақырып. Бұл тақырып тіпті әлеуметтік, саяси, қоғамдық, мәдени, тіпті мемлекеттік мәні бар тақырып деп айтуға болады. Өйткені бұл күнделікті біздің назар аударып, көңіл бөліп отыратын тақырыптардың бірі. Енді біздің жасымыз да бірталай жылға келді. Енді көп нәрсені көрдік, көңілге түйдік. Соның ішіндегі бір мынау өзімізден кейінгі толқын, әсіресе жастарға деген айтатын кейбір тағылымды мағыналы сөздер бар. Міне осы тақырып сондай сөзді бүгін айтуға бір ұйытқы болып отыр. Енді кезінде Хакім Абай айтқан екен, әйтеуір ақсақалдар айтпады деп, біраз ғантай жүрмесін деп, біраз ғана сөз шығардық деген екен. Ал енді осыған байланысты біз бүгін тақырыпқа орай не деуге болады? Мысалы, қазіргі дәуірде біздің елімізде жаһандану үрдісі жүріп жатыр. Бұл үлкен халыққа, қоғамға, бүкіл ұлтқа, мемлекетке әсер ететін үрдіс. Оның төңірегінде соған байланысты айтылатын әңгіме де көп. Енді әрине біз шетелдің дамыған ғылымын, мәдениетін, өнерін, әдебиетін үйренген ол жақсы, ол қажет нәрсе. Бірақ сонымен бірге осы жаһандану кезінде алыс-беріс, келіс, барыс деген көбейді. Соған байланысты бізде кейбір ұлттық дәстүрімізге, салтымызға қалыптасып қалған бір өзгешеліктер, басқа бір жағымсыз дағдылардың да келіп жатқанын жасырып қала алмаймыз. Ол өмір шындығы. Сондықтан біз осындай жаһандану дәуірінде қазақтың ұлттық дәстүр, салтын, әдет, ғұрпын, тілін, мәдениетін, әдеби құндылықтарды, исламдық қағидаларды насихаттау біз сияқты үлкендердің ең басты парызы. Сондықтан осындай жағдайда бір заңды сұрақ туады. Біз заман сынағына төтеу үшін қандай болуымыз керек? Міне, ал енді бұл өте ауқымды сұрақ, үлкен мәні бар сұрақ. Ол сұраққа байланысты бұл жерде жауап қандай болу керек? Ұлттық жады мықты, ұлттық келбетін сақтаған, ұлттық руханиятқа бекем ел қашан да өзге елден озық тұратыны анық. Міне осы орайда біз кейбір мәдениеті озық елдерден үлгі алуымыз қажет. Атап айтар болсақ, еврей халқында жақсы бір дәстүр бар екен, үйренетін үрдіс бар екен. Олар кейінгі болашақ жастарды, балаларды үлкен үмітпен соларға қарап, солардың болашағынан үлкен сенім артады екен. Олар балаларға қарап, мына бала ертең бір үлкен ғалым болады дейді екен. Тағы бір балаға қарап, мына бала ертең үлкен әйгілі ақын болады деп айтады екен. Міне осы біздің бір жақсы үйренетін өнеге деп ойлаймыз. Ал енді өзіміздің қазағымызды алып көрейікші. Кейде қазақтар мынау жастардың, балалардың жолын кесіп тастайтын жағдай болып жатады, өкінішке қарай. Біз кейде естіп қаламыз, тіпті үлкендердің өзінен. Осы бала адам болса, мұрнын кесіп берейін дейтінді де естігенбіз кезінде. Бірақ сол балалар кейін ержетіп үлкен азамат болды. Ортан қолдай бір жақсы қызметтер істеп жүр. Міне, сондықтан еш уақытта балалардың, жастардың жолын кесуге болмайды. Жаңағы еврейлер сияқты оларға жақсы тілек айту керек. Қай уақытта болсын жақсы сөз айту керек. Осыған біз үйренуіміз керек. Ал енді мынау бізде бұл өмірде біраз нәрсені көрдік қой енді. Бұдан бір неше жылдай бұрын, бір 40 жылдай бұрын ба, тіпті 45-50 жылдай бұрын ба, ауылда бір жағдай еске түсіп отыр.
жаңағы жақсы сөз айту керек дегеннен шығады. Біздің бір жамағайын ағайынның баласы әскерден келді. Мен онда жас бозбала жігітпін. Содан кейін ол 1-2 жылдан кейін үйленді, бір ұл бала көрді. Сонда әлгі жеңгеміз қаланың қызы болды. Енді қазақтың салтын, дәстүрін жөндеп біліңкіремейтін болды. Сөйтіп ол бір бала, ер бала көрді. Сол бала мектепке дейінгі кішкентай сәби кезінде бірдеңені бүлдіріп қойса, жаңағы шешесі жетпегір деп зекке бұрысып жатушы еді. Сонда біз соған мән бермедік, жастық па, балалық па, соған мән бермедік, дәнеңе деп ойға алған жоқпыз. Үлкен кісілер неге соған тыйым жасамағанын да білмеймін осы күнге дейін. Сол бала қазір жасы 40-тан асты, 45-50-ге де таяп қалды. Міне одан бері талай уақыт өтті ғой. Сонда әлгі бала мектепке баратын жылы қатты ауырды. Сол аурудың салдарынан бір аяқ бір қолы тартылып сал болып қалды. Міне сонда мен қазір ойлаймын, бұл шешесі өз баласына жаман тілек айтпайды ғой, жаманшылық ойламайды ғой. Сол аңқаулықпен білмей айтты ма жетпегір деген сөзді деп ойлаймын. Бұл сөз жаңағы қабыл болып кетті ме, сол бала осы күнге дейін міне жасы 45-50-ге таяп қалса да, бір қолын бір аяғы сөйлеп жүр, оқи алмады. Әйтеуір атасынан, әкесінен қалған бір ұрпақ деген аты ғана бар. Міне осындай, осыдан шығатын қорытынды еш уақытта жаман сөз айтуға болмайды екен біздің өмірімізде. Енді мынау біздің салтымызда, дәстүрімізде тіпті көп нәрсені үйренетін жағдайлар бар. Біздің ауыз әдебиетінде де көп нәрселер бар. Бұл жерде енді мынау ұлттық тәрбие деген сөз бұл халықтық тәрбиемен тікелей байланысты. Халықтық тәрбие дегеніміз этнопедагогика. Ал енді бұл этнопедагогикамыз үлкен теңіз сияқты мол нәрсе. Бұны зерттейтін болсақ, бізге кейінгі жастар үшін өнеге етіп ұсынатындай өнегелі нәрселер, тағылымды сөздер, онда өте мол. Ал енді соның біреуін ғана мысал келтіретін болсақ, мысалы Қожа Насырға байланысты көп нәрсе айтылады. Енді Қожа Насырдың атын айтқан уақытта біздің езімізге күлкі үйіріледі. Бұл күлкілі кейіпкер сияқты. Ал бірақ Қожа Насырға байланысты сол әңгіменің барлығы ешқандай анекдот, ешқандай күлкі емес. Онда түсіне білген кісіге, ұға білген кісіге үлкен философиялық мән жатыр. Бір ғана әңгіме, осы Қожа Насыр туралы бір ғана әңгіме айтып өтейін мен. Бірде Қожа Насыр үйінің кілтін жоғалтып алады. Содан кейін далаға шығады, көше жақтан әлгі үйінің жанында әлгі кілтті іздейді. Содан кейін көршісі көреді. Біраздан кейін қайтадан далаға шықса, көршісі Қожекен кілтін әлі іздеп жүр. Сосын көрші келеді, ой, Қожекен не істеп жатсың дейді. Сонда Қожа Насыр тұрып айтады, мен үйдің кілтін жоғалтып, соны іздеп жүрмін дейді. Оны қайда жоғалтты? Үйдің ішіне жоғалтты. Ой, үйдің ішіне жоғалтқан кілтті кісі даладан іздеуші ме еді? Үйдің ішіне іздемейсің бе? Дейді. Сонда Қожекен тұрып айтты, үйдің іші қара көлеңке, мына жер жарық, кең, сондықтан осыдан іздеп отырмын депті. Міне былай алып қарағанда бұл бір күлкі үшін, әжуа үшін айта салған сөз сияқты. Бірақ оның астарында мәнінде үлкен мағына жатыр. Ол қандай мағына? Түсіне білген кісіге бұл кілт дегеніміз символ, тұспалдап айтылған зат. Ол біз кілт арқылы бізге керекті нәрсені даладан, шеттен, басқа өзге елден емес, өзіміздің ішімізден, өз елімізден, өз халқымыздан іздеуіміз керек дегенді тұспалдап тұр. Біреудің қаңсығы қазаққа таңсық емес еш уақытта да. Міне қазіргі интернеттің дамыған, технологияның дамыған заманында осыны біз ескеруіміз керек. Осы интернет арқылы және басқа қарым-қатынас алыс-беріс арқылы шетелдермен біздің кейбір дәстүріміз ұмытылып, шетелдің бір жағымсыз теріс әдет дағдылары еніп жатыр. Міне осыдан біз жастарды сақтандыруымыз керек. Бұл міне жаңағы ұлттық тәрбиенің бір саласы, басты бөлімі деуге болады. Осы ретте біздің қаламызда
құрылған ақсақалдар тағылымы қоғамдық бірлестігі әжептәуір елеулі жұмыс істеп жатыр. Оның мүшелері қаланың көптеген мектептерінде болды, балалармен тәрбие сағаттарын өткізді. Осы қазақтың ұлттық дәстүрін, салтын, әдет ғұрпын, тілін, мәдениетін, әдебиетін, мынау исламдық тағылымдарды насихаттап, міне жұмыс өткізді. Өйткені олардың сөзі өмірден алынған, өмір тәжірибесі. Сондықтан балалар олардың сөзін зейін қоя тыңдайды, қызыға тыңдайды. Ал енді біз мектепке барған уақытымызда ата мен әженің тәрбиесіне де көбірек көңіл бөлеміз. Енді мынау қарап отыратын болсақ, қазақ тарихында мынау Хакім Абайдың әжесі Зере қандай тағылымды өнегелі тұлға болған. Оны бәріміз білеміз әрине. Сол Зере мынау ұлы Құнанбайды емізген уақытта дәрет алады екен. Дәреті сәбиді емізбейді екен. Ал енді Шоқанның әжесі Айғанымда өте керемет білімді, өте керемет сондай өнегелі адам екен. Шоқанға жас күнінде, сәби кезінде тамаша ұлттық тәрбие берген адамдардың бірі екен. Ал енді мен өз әжем туралы да бұл арада есіме түсіп отыр. Енді одан бері бір 40-45 жылдай өтіп кетті, ол кісі өмірден өткеніне. Ол кәдімгі қазақтың қарапайым әйелі. Оқыған ештеңесі де жоқ. Бірақ өмір тәжірибесі мол, сол көрген көңілге түйгені мол. Сонда ол кісі айтушы еді, қазақ жаманы орыс болмас дейді. Сонда біз сол сөзге мән бермейтінбіз, балалықпен бе, жастықпен бе. Ал енді ойлап отырсақ, осы сөздің мағынасы өте терең екен. Астарлы сөз екен. Үлкен ұлағат жатыр екен бұл сөздің мағынасында. Неге? Ал қазақ дегеніміз кім? Орыс дегеніміз кім? Қазақтың жаман дегеніміз кім? Міне осыны ойлап қарайтын болсақ, кейбір қазақтарымыз өзінің ана тілін құрметтемей, қадірлемей, орысша шүлдіреп жүр. Тіпті өкінішке қарай, кейбір ата әже немерелерімен орысша шүлдіріп жүргенде кейде көліктің ішінде, көшеде көріп қаламыз. Бұл әрине жақсы нәрсе емес. Міне әлгі сөздің жаңағы осыған да қатысы бар. Өйткені қазақ жақсысы орыс болу үшін дейді. Орыс деп нені айтып отыр? О кезде орыстың мәдениеті озық болды. Дамыды, керемет. Ғылымы да дамыды. Соны біз орыстан үйрену керек деді. Орыс болу деген соны білдіріп, орыстың озық мәдениетін үйрен деп отыр. Ал енді қазақ жаман дегені қазақтың тілін қадірлемей, жаңағындай өзге тілде шүлдіреп жүргендерді сынап отыр міне сол кезде. Ол сөз айтылғалы да талай заман өтті ғой, жарты ғасырға таяп қалды ғой. Бірақ мағынасын әлі күнге дейін жойған жоқ міне. Біз осыны жақсы ескеруіміз керек, осының бәрін біз білуіміз керек. Ал енді мынау біздің жаңа айттық қой, тарихымызда көптеген жақсы сөздер бар, көптеген жақсы өнеге тұтатындай оқиғалар бар. Соның бірін мен айта кетейін енді осы арада сөздің ретіне қарай. Мынандай бір оқиға болған екен. Бір хан ауылдың жанындағы көлге барып, сондағы аққуларды тамашалағанда жаны сүйеді екен. Жиі барады екен көлге. Аққуларға көз алмай тамашалап, сүйсініп қойып, ұзақ уақыт қарайды екен. Сөйтіп жүрген уақытта бір мезгілде аққулар көлден безіп кетеді. Әлгі хан олай ойлайды, бұлай ойлайды, не болды бұған дейді. Кішкене реніші де болады. Енді ол елді жинап ақылдасады. Мынау аққулар безіп кетті. Енді осыны қалай өз көліне, үйренген көліне қайтаруға болады? Соған қандай ақыл қосасыздар дейді. Көпшілік сондай ой айта қоймайды, бірақ біреу тұрып айтады, хан ием дейді, мынау жақын маңайдағы бір көріпкелдерді алып келсек, солар мүмкін бәлкім бірдеңе айтар, жақсы бір ұсыныс дейді. Сөйтіп әлгі хан тапсырма беріп жігіттерге көріпкелді алғызады. Көріпкел мән жайды білгеннен кейін былай дейді: сіздер
ақуды қайтару үшін мына көлге әрбір үй, осы ауылдағы, осы көлдің маңайындағы ауылдағы үйлері бір шелектен көлге сүт құйсын. Содан кейін аққулар үйренген көліне қайта оралуы мүмкін дейді. Сөйтіп хан барлық маңайындағы елге әмір береді. Әрбір үй кемінде бір шелектен осы көлге сүт құйсын дейді. Содан халық біреуі сүт құяды, біреуі көзді алдай салып, әйтеуір сылдыр несін халық деп су құяды. Міне солай болған екен. Міне бұл әңгіменің мәні неде жатыр? Бұл әңгіменің мәні біз қай уақытта болсын, не болсын, қай нәрсеге болсын, үстірт жүрдім бардым, немкетті қарауға болмайды деген мағына жатыр. Осыдан шығатын ой не? Біз әрбір азамат өзінің тілі, өзінің мәдениеті, өзінің салт дәстүрі, діни тағылым ғұламалардың айтқан сөздері орындалсын дейтін болсақ, соны біз бұлжытпай орындалсын дейтін болсақ, немкетті қарауға болмайды бұған. Әрбір азаматтың парызы деп санауымыз керек біз осыны. Енді мен өз сөзімді бата тілекпен аяқтайын деп отырмын. Сақтардан қалған салтымды, ғұндардан қалған ғұрпымды, түркіден қалған жұртымды, қазақы қазыққа байлай көр. Әмин. Осымен, құрметті көрермен, тыңдарман қауым, сіздермен әзірше қоштасамыз. Келесі кездескенше сау болып тұрыңыздар.